сериал болып кеткен пуфикке реставрация жасаудың соңғы күні бұрынғы аяқтарын жолдасым арамен кесіп берді. Мен пуфиктің ескі тысын алып тастадым. Жаңа материалды айналдыра қаптап, строительный степлермен бекітіп шықтым. Үйдегі жиһаздарға реставрация жасаймын деп, строительный степлерге кәдімгідей қолым үйреніп қалыпты. Ең алдымен беткі жағын айналдыра қағып шығып, соңынан артық материалды алып тастап, астыңғы жағын дәл беткі жағындай зырылдатып қағып тастадым. Қайшымен шығып тұрған шеттерін түзулеп қиып, кеше сатып алған аяқтарымды шығардым. Бұл аяқтар өзіме қатты ұнады. Темірден жасалған, жерге тиіп тұратын ұштары пластик. Биіктігі 20 см, аяқтарында жолдасым орнына әдемілеп қағып берді. Енді беткі жағын тіктіртуге үйдің қасындағы Гүлжан сауда орталығына келдім. Пердегүл апай тапсырысымды қабылдады. Алдағы уақытта поролонды ауыстырып, кір болған кезде жуып алатындай резеңке салып берді. Резеңкесін сәл қысқартып кесу керек сияқты, ағаштың үстіне шығып кеткен екен. Дұрыс болмаса қайтадан келерсін деген соң үйге барып өлшеп көрдім. Алынып салынып жүрген кезде осы жері қажалып қалады ау деп, ертең қайтадан барайын деп тұрмын. Негізі тігісі маған ұнады, ал сіздер не дейсіздер?